Кеш жарық тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Лейла Қызяқбарова. Бүгін хабарымызда. Жылу маусымына дайындық қалай жүріп жатыр? 4 облыстың тұрғындары жылусыз қалуы мүмкін. Ақтөбеде адам мүшесін трансплантацияға алған дәрігерлер ісі тоқтатылды. Прокурорлар ақ халаттылар әрекеті заңды екенін мәлімдеді. $1 8100 сом. Өзбекстан ұлттық валютасы 2 есеге құнсызданды. Қарағандыда 10 мектеп сотқа арызданды. Құрылыс компаниялары медициналық кабинеттердегі жөндеуді аяқтамаған. Ағатайлар тендер ойнап жүргенде балақайлар мектепсіз қалды. Құрылысы уақытында аяқталмаған білім ошақтары туралы премьер-министр Бақытжан Сағынтаев осылай деді. Тендердің кешігуіне Нұрлы жол бағдарламасы бойынша ұлттық қордан бөлінген қаражат игерілмей, кері қайтпақ. Премьер орынбасарларына осы мәселені түбегейлі шешуді тапсырды. Сондай-ақ үкіметте жылу маусымына дайындық барысы пысықталды. Мөлдір Бақытқызы тарқатады. Биыл елімізде жыл соңына дейін барлығы 106 білім беру мекемесі салыну керек. 52 мектеп қыркүйекте қолданысқа берілді. Біреуі жаңа оқу жылына үлгермей қалған. Ол Шығыс Қазақстан облысында. Ал 3 өңірде 10 мектепке бөлінген қаражат сол күйі игерілмей ұлттық қорға кері қайтатын болды. Себебі бір, тендерді өткізу кешіккен. Сірә тым ұзақ таласқа түсу керек. Пока взрослые дяди играют в тендер, дети страдают. Надо что-то делать с этим. Дети хотят учиться в новых школах, есть поручение главы государства, с национального фонда деньги выделяются. Білім ошақтарын салуға қаржы Нұрлы жол аясында ұлттық қордан бөлінген. Игерілмеген қаражат көлемі 3 миллиард теңге. Бұған жол берген қай өңірде, қай әкім екенін Сағадиев айтып берді. Акмолинская область. Ақмола облысы 759 миллион теңге. Щучье қаласында құрылыс компаниясымен соттасып жатырмын. Маңғыстауда 4 мектепке 1,5 миллиард теңге қаралған. Тендерді кешіктіріп отырмын. Оңтүстік Қазақстанда 5 мектеп бойынша 600 миллион теңге мемлекеттік сатып алуға арызданып, қайта қаралып жатыр. Жылу маусымына дайындық барысы да мәз емес. Бозымбаевтың айтуынша 4 өңір қысқа қамтанып үлгермей жатыр. Теміртау қаласы мен Павлодардағы жылу орталықтар жөнделіп бітпеген. Ал Маңғыстаудағы газ құбырлары жаз бойы 12 рет істен шыққан. Шымкенттегі 3 жылу орталыққа жарты жылдан бері газ беру тоқтатылған. Өйткені өңір Қазтрансгаз аймақ алдында қарыз. Жалпы тасымалдаушы компанияға 3 облыс 308 миллиард теңге берешек. Үшінші энергоорталық город Шымкент 1,5 миллиарда теңге. Алматы теплокоммунэнерго 473 миллиона теңге. Ақтөбе ТЭЦ 354 миллиона теңге. Жайық теплоэнерго город Уральск 101 миллион теңге. Әкімдер жылу маусымы аяқталғанша, яғни қазан айына дейін қордалаған қарызды қайтарамыз деп отыр. Премьер-министр солтүстік облыстарда небәрі 1 айдан соң қыс түсетінін ескертіп, мәселені қатаң бақылауға алуды тапсырды. Мөлдір Бақытқызы, Алмас Шулубаев, Астана телеарнасы. Қазақстан мұнай өндірісін арттырып, 5 триллион теңге пайда тапты. Бұл туралы Energy-Prom хабарлады. Биылғы 7 айда 42 миллион тоннадан аса қара алтын өндірілген. Бұл өткен жылдан 9,14%-ға жоғары. Оның 58%-ы Атырау өңірінде өндірілген. Теңіз кен орнында маусымға дейін 14 миллион тоннадан аса мұнай шығарылған. Бұл былтырғыдан 1,9%-ға көп. Қашағанда шілдеге дейін 4,13 миллион тонна өндіріліпті. 7 айда мұнай баррелінің бағасы $51,7 құрады. Өзбекстан сомы құнсызданды. Елдің орталық банкі ұлттық валютаны 2 есеге девальвациялады. Интерфакстың хабарлауынша қазір әрбір доллар 8,1 мың сомға тең. Бұған дейін ақш доллары 4,2 мың сомға саудаланды. Осылайша өзбек сомының құны 92,38%-ға төмендеді. Енді ұлттық валюта бағамы сұраныс пен ұсынысқа негізделмек. Орталық банк әр дүйсенбі сайын валюта бағамын бекітеді. Елдегі тауарлар мен қызметтердің барлығы тек соммен есептелмек. Бұл талапты алғашқы болып байланыс қызметіне жаңа тариф енгізген мобильді операторлар орындады. Ал тауарлары мен қызметтерін импорттайтын, несиесін өтейтін және іс-сапар шығындарын аударатын заңды тұлғаларға шектеусіз көлемде шетел валютасын алып сатып алуға рұқсат етілген. Ұлыбританияда The Collective құрылыс компаниясы төлемді биткоинмен қабылдай бастады. Бұл елдегі бірінші оқиға. Биткоин тұрғын үй қызметі нарығында да алғаш рет валютаның орнын қолданылып отыр. Бұл туралы британдық Daily Telegraph басылымы хабарлады. Осылайша, дүйсенбіден бастап үйді жалға алушылар депозитті биткоинмен, яғни сандық валютамен өтей алады. Құрылыс компаниясы жылдың соңында жалға алу ақысын биткоинмен алуды да жоспарлап отыр. Өткен аптада бұл криптовалютаның бағасы рекордтық көрсеткішке жетті. Ол $4,700 саудаланып, жыл басынан бері 350%-ға көтерілді.
Солтүстік Корея қалайда ядролық бағдарламадан бас тартпайды. КХДР айналасындағы дауға қатысты БРИКС саммитінде пікір білдірген Ресей президенті осылай деді. Владимир Путин шиеленісті диалогпен шешу керек. Жалғыз жолы осы ғана деді. Бұл ойды Біріккен ұлттар ұйымы да ұстанып отыр. Ұйымның бас хатшысы Антонио Гутерриш қауіпсіздік қызметі КХДР-ға қатысты бірлігін көрсетіп, соған сай әрекет ететін болады деген. Мұны ұйым басшысының саяси сұрақтар жөніндегі орынбасары Джеффри Фелтман айтты. Оның айтуынша ол үшін батыл дипломатия қажет. Еске салайық, жексенбіде Пхеньян 6-шы ядролық бомбаны сынақтан өткізді. Соңғы жарылған зымыранның күші 100 килотоннаны құрады. Әлемдік қауымдастық бұл әрекетті айыптады. Ал ақш алғаш рет одақтастары Жапония мен Оңтүстік Кореямен бірлесіп, атом қаруын қолдануға дайын екендігін мәлімдеді. Дәрігерлердің әрекеті заңды. Ақтөбе полициясы қаза болған Серікболсын Көшербайдан донорлыққа дене мүшелерін алды деген дауға қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары кезінде осындай қорытынды жасаған. Тергеу мәйіттік донор ережесінің бұзылмағанын анықтады. Бұл жайында облыстық прокуратура басшылары айтты. Сондай-ақ тергеушілердің шешімін прокуратура қарап жатқанын да жеткізді. Іс қылмыстық негіз жоқ болған соң тоқтатылған. Тергеу барысында дәрігерлердің әрекеттеріне баға беріліп, органдардың ауыстырып салу сұрақтарын реттейтін ережелер бұзылмаған деген қорытындыға келді. Еске салайық, мәйіттік донорға қатысты дау маусым айында шығып қаза болған Серікболсын Көшербайдың туған туыстары сотқа арыз түсірген болатын. Бұған дейін хабарлағанымыздай, қаза болған жігіттің туыстары дәрігерлерден моральдық шығын ретінде 1 миллион теңге талап еткен еді. Ақтөбедегі ұлттық трансплантологияны үйлестіру орталығының директоры Жақсылық Досқалиев марқұмның отбасына көңіл айтқан болатын. Ол мәйіттік донордың заңдылығымен таныстырып, адамның миы өлген кезде еш рұқсатсыз оның ағзасын алуға рұқсат етілетін тәртіпті түсіндірді. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мемлекеттік монополия болмауы тиіс. Бұл туралы бүгін қоғамдық сарапшы Рахым Ошақбаев Астана телеарнасына берген сұхбатында айтты. Бұған дейін президент жаңа жүйені сүріндірмей қайта қарастыруды тапсырған еді. Я полагаю, что, скорее всего... Менің ойымша, бұл жерде жекеменшік сақтандыру қорлары болса, бәсеке пайда болады. Бәсеке болса, тұтынушыларға қызмет көрсету сапасы да арта бастайды. Сол кезде әр адамда өз таңдауы пайда болады. Өзіңіз қалаған және сенім білдірген қорға қаржыңызды салатындай. Дәл осы бәсекеге қабілеттілік арқылы біз жақсы сапаға жетеміз. Біз бұны енгізуге талай рет тырысқанбыз, алайда қазіргі мүмкіндіктерге қатысты жасай алмаймыз. Сонымен қатар, сарапшының айтуынша, міндетті әлеуметтік сақтау реформасын қайта қарауға қоғамдық сарапшылармен құралған арнайы жұмыс тобы атсалысу керек. Айта кетсек, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорына алғашқы 2 айдың ішінде 6 миллиард теңге жиналған. Атышулы Тоқтар Төлешевтен тәркіленген автокөліктерге жаңа қожайындар табылды. Бүгін Шымкент сыра зауыты қожайынның меншігінде болған 3 темір тұлпарды Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменті Гостреестр KZ сайтына сатуға қойған болатын. Темір тұлпарлар 12 миллион теңгенің үстінде қаржы түсірді. Атап айтсақ, 2006 жылы шығарылған Bentley Continental көлігі 7 миллион теңгеге сатылған. Оның бастапқы нарқы 13,7 миллион теңге болатын. Жол талғамайтын GMC Yukon XL Denali 3 миллион 900 мыңға кетсе, Mitsubishi GTO 1 миллион теңгеге бағаланды. Бұл туралы біздің арнамызға департаменттің жекелеген негіздер бойынша түскен мүлікпен жұмыс бөлімінің басшысы айтты. Ғалым Қасымбековтың айтуынша, бүгінге белгіленген сауда саттыққа Төлешевтің 8 бірдей автокөлігі шығарылыпты. Ал өтпей қалғандары алдағы уақытта қайта саудаға қойылатын болады. Оның ішіндегі 5-еуі сауда-саттықтың төмендету әдісін қолдану отырып шығарылды. Ал 3-еуі сауда-саттықтың жоғарылату әдісін қолдану отырып шығарылды. Сауда-саттықтың төмендету әдісін қолдану отырып шығарылған автокөліктердің ішіндегі 3 автокөлік бүгінгі күнде сатылды. Жалпы сатылу құны 17 миллионнан астам теңге. Сатылудан түскен ақша қаражаттары болашақта республикалық бюджетке бағдарланатын болады. Қауіпті қалдық тиелген танкерді залалсыздандыруға шамамен 1 ай уақыт керек. Алайда алып кеме Араксты мұнайдан арылтуға қай компанияның кірісетіндігі әзірге белгісіз. Оны анықтау үшін Маңғыстау облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы тамыз айында байқау жариялаған. Кәсіпорындардың өтінімі қыркүйектің 8 күні қаралмақ.
Мұнай қалдықтарын залалсыздандыруға 39 миллион 200 мың теңге бөлініп отыр. Бұл сома жергілікті компанияның есебі. Облыстық бюджеттен бөлінген қомақты қаражат табиғи ресурстар басқармасының есеп шотына аударылды. Мемлекеттік сатып алу заңнамасына сәйкес байқау 45 күнге созылады. Ал залалсыздандыру жұмыстары толық аяқталған соң алып кеме теңіз айлағына жеткізіледі. Жергілікті әкімдік әзірге мұнай тасымалдаушы танкермен не істейтінін білмейді. Бұл түйткілді кейінірек шешеміз деп отыр. Біздің басқарма конкурс хабарландыру берілді. Жаңа мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес 17 тамызда конкурс хабарланды. Ережесіне сәйкес 45 күн өтуі тиіс. 8 қыркүйекте қанша мекеме түскені анықталатын болады. Өзі іріктеу жүргізіледі. Қараймыз. Сонан кейін осы қазан айының басында келісімшартқа отырып жұмысты бастаймыз. Еске салайық, 1000 тоннаға жуық мұнай өнімдері тиелген Аракс атты кеменің теңіз жағалауында тұрғанына біраз уақыт болды. Мұнай тасымалдаушы былтыр қараша айында қайраңдап қалған еді. Сол тұста Қазақстан тарабы ресейлік әріптестермен хабарласып, алып кемені тез арада кетуді талап еткен. Алайда оның иесі Транскаспий компаниясы банкротқа ұшырап, жұмысын тоқтатқан көрінеді. Шымкент әкімдігі қаладағы ең ірі спорт кешенін 128 миллион теңгеге сатты. Мұз сарайының 67% бұған дейін ел үкіметінің қаулысына сәйкес әкімдіктің үлесінде болып келген еді. Электронды аукцион арқылы саудаға шығарылған нысанның бастапқы бағасы 996 миллион 900 мың теңге болатын. Оның ендігі жаңа қожайыны мұнай құрылыс сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұл ақпаратты біздің арнаға қала әкімдігі аппаратының баспасөз қызметі берді. Айта кетейік, аталған серіктестік танымал кәсіпкер Серікжан Сейітжановқа қарайтыны көпшілікке мәлім. Айтпақшы, спорт кешенінің өзге 33% үлесі де осы азаматқа тиесілі. Жекеменшік South Oil жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің иелігінде болатын. Естеріңізге салайық, мұз сарайы облысымыздағы қысқы спорт түрлерімен шұғылдануға мүмкіндік беретін жалғыз орын. Бірақ мемлекетке үлкен спорт кешенін қамтамасыз ету оңайға соқпады. Соңғы 3 жылда нысан 40 миллион теңге шамасында зиян шеккен. Мекеме басшысы мұны коммуналдық қызмет тарифтерінің өсуімен байланыстырған болатын. Қарағандылық 10 мектепте жөндеу жұмыстары аяқталмай қалды. Сондықтан құрылыс компанияларын сотқа берді. Мердігер ұйымдар қосымша медициналық кабинеттерді ретке келтіруге уағдаласқан. Бірақ әлі күнге дейін уәдесін орындамай отыр. Білім ордасы басшыларының айтуынша құрылысшыларда жұмыс күші мен техника жетіспейді. Тараптардың дауын тілшіміз тыңдап қайтты. Қыркүйектің 5-і болса дағы нөмірі 78 орта мектептің медициналық кабинеті әлі дайын емес. Бұл жағдай директор Александр Милянканы алаңдатып отыр. Айтуынша тендер шілденің соңында өткен. Оның талап бойынша мердігер аталған жұмысты тамыздың ортасына дейін өз қаржысына бітіруге міндеттелген. Шаруа аяқталып, комиссия қабылдаған соң бюджеттен қаржысын алуға тиіс болатын. Появились подрядчики только за 3 дня до окончания. Мердігерлер шартты орындау мерзімі аяқталуға 3 күн қалғанда келді. Қабырғаны құлатты. Басқа нысандағы жұмысқа байланысты қазір жұмысшылар мен техника жоқ деді. Фирманың директоры өзі келді. Көзімен көріп, аталған сомаға белгіленген уақытқа дейін жұмысты орындауға мүмкіндік жоқ деп кешірім сұрады. Аталған фирма бірден бірнеше мектепте жөндеу жұмыстарын жүргізуге тендерді ұтып алған, бірақ ешбірінде шаруа тындырылмаған. Дәл осындай жағдайға тап болған нөмірі 15-ші мектептің директоры медициналық кабинетке бөлінген 500 миллион теңгеге сапалы жөндеу жүргізуге болар еді деген пікірде. Перед ними должны быть стоять жесткие требования. Фирмаларға қатаң талап қойылу керек. Бұл ең алдымен еңбек өтілі. Одан кейін өндірістің болуы. Қазір бәрі оп-оңай. Бір шабаданы мен әрлеуші, сантехниканы орналастырушы сынды бір адамын әкеледі. Бірақ бұл жұмыстар санитарлық талаптарға сай жүргізілуі тиіс. Мұны арнайы мамандар жасауы керек деп есептеймін. Шағымданушылар шарт талаптарын толық көлемде орындамағанын айтып, сотқа жүгінді. Олар бұл компанияларды мемлекеттік тапсырысқа жосыз қатысушылар деп тануды сұрайды. Алаш прогрессив технология компаниясы мен Қарағанды облысы аумағынан тыс жерде орналасқан тағы 2 компания жауапқа тартылмақ. Құрылыс компаниясы кінәсін мойындап отыр. Олардың сөзінше бұл істе жұмысты орындау үшін жалданған қосалқы мердігерлер сан соқтырған. Төлемді дер кезінде жүргізу үшін несие рәсімдегенін айтады. Біз бұл іспен айналысатын қосалқы мердігерлерді анықтаймыз. Қазірде шартқа қол қойған орындаушылар мен басшылық іздестіріліп жатыр. Белгілі болғандай, бұл фирмалар шарттасқан кезде жабылып қалған. Жұмыстар осы аптаның соңына дейін аяқталады.
Жөндеу жұмыстарына қатысты сот енді басталады. Бұған қоса өңірде кезекті дау шықты. Кеншілер шаһары мен облыс аумағында салынуы тиіс 3 мектептің құрылысы белгісіз жағдайда. Тендер барысында аймақта білікті құрылыс компаниясының тапшылығы сезілген. Сөйтіп бюджеттің 1 миллиард теңгесін игермей қалу қаупі бар. Облыс әкімі тиісті органдарға мәселені жуық арада шешуді тапсырды. Әсемгүл Мұхитқызы, Марина Иниватова, Мақсұт Сарбаев, Астана телеарнасы. Астанада заңсыз қызмет ететін таксилер жойылмақ. Ол үшін жергілікті билік өкілдері тексеру жүргізгелі отыр. Қала техникалық медициналық тексерістен өтпеген, жолаушы қауіпсіздігіне жауап бермейтін такси қызметінен тазартылмақ. Бірақ жолаушылар жол жөнекей такси ұстағанды жөн көретіндерін айтады. Қазір қалада таксимен жетудің 3-4 әдісі бар. Соңғы кезде мобильді қосымшалар көбейді. Диспетчерлік орталығы бар заңды такси қызметі. Одан қалды ұйымдасқан заңсыз таксилер тағы бар. Енді бірі жол жөнекей жолаушы алушылар. Қала тұрғындарының айтуынша олар үшін соңғысы қолайлы. Жұмысымнан өз үйіме дейін такси шақырған едім. Алайда 1700 теңгеге шығындандым. Маған жол жөнекей ұстаған әлдеқайда тиімдірек. Не себепті мысалы жаңа сіз көшеде тоқтатасыз? Арзан болғаннан кейін ба? Жоқ, жылдам шыққанда тоқтатам. Қазір қалада 14 таксомоторлы компания бар, яғни 500 көлік қызмет етеді. Соңғы 3-4 жылда мұнда 20 шақты компания жұмысын тоқтатқан. Өйткені заңсыз қызмет көрсететіндер көп болғандықтан тоқырап қалған. Қазір қалада 2 заңды такси қызмет етеді. Олардың тарифтері де бекітілген. Осылайша әкімдік қала имиджінен нұқсан келтірмей, жолаушылар қауіпсіздігін қамтамасыз етпек. Ал қыркүйектің 12-сінен бастап 1 ай бойы заңсыз такси қызметін атқаратындарды аулайды. Жолаушы тасуға құжаты жоқ көлік жүргізушілері 20 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейді. Ол 45 мың теңгеден жоғары. Егерде ол такси ретінде арнайы қоғамдық көлікке бөлінген жолақпен жүретін болса, басқа таксилер сақтаған, онда жауапқа тартылады. Егерде арнайы такси 5-10 4 жол белгісі бар. Сол автотұрақтарда тұрып тұрған қызмет көрсетіп тұрған болса, сол жерде жауапқа тартылады. Әзірге әкімдік өкілдері заңсыз такси қызметін атқарып жүргендерді ұстайтын болады. Ал болашақта қол бұлғағандарға тұра қалып, жолаушыны діттеген жеріне жеткізетін көлік иелері де жауапқа тартылмақ. Бірақ мамандар оларды қашан қалай ұстайтындары талқылайды. Мобильді қосымша арқылы қызмет ететіндер де тексерілуі мүмкін. Мәди Мұхаммедқали, Бауыржан Жолдыбалин, Астана телеарнасы. Қарағанды облысы ел бойынша минералды ресурстарды шығарудан бірінші орында келеді. Кенді өлкеде соңғы жылдары ел экономикасының дамуына септігін тигізетін біршама маңызды кәсіпорындар да ашылды. Алайда өңірге инвестиция тарту жұмыстары әлі де қызу. Облыс әкімдігі де заң шеңберінде аймаққа қаржы құйып, ісін жүргізем дегендерге қолдау көрсетіп отыр. Кәсіпкерлердің өзге ел азаматтарымен іскерлік қарым-қатынас орнатуына жол ашу мақсатында 23 сәуір күні B2B, яғни екі жақты кездесулер ұйымдастырылмақ. Жалпы облыс әкімдігі әдетте инвестицияларға кедергі болатын жер алу, техникалық жағдайлар жасау мен жергілікті қызмет күшін тартуға деген кедергілерді жойып, аймаққа келіп қызмет етем дегендерді құшақ жайып қарсы алмақ. Бүгін экспо көрмесі аясында Қазақ Инвестпен бірігіп өткізілген шарада орталық Қазақстанның кәсіпкерлер үшін қолайлы тұстары тағы бір аталып өтті. Караганда удобно тем, что, во-первых, у нас... Қарағанды кәсіпкерлер үшін тұрғындардың көптігімен тиімді. Облыс тұрғындарының саны бүгінде 1 400 000-ға жуықтады. Мұнан өзге біз Астанадан небәрі 200 шақырым қашықтықта орналасқанбыз. Жаңа салынған автожол мен темір жолдар логистиканың жақсы дамып жатқанын көрсетеді. Сонымен қатар бұл небәрі 200-300 шақырым радиустағы 2 миллион адам тасымалынан зор пайдаға кенелуге болатын мүмкіндігі бар екенін де көрсетеді. Сондай-ақ Қарағанды ел бойынша жалпы өңірлік өнімнің 10%-ын құрайды. Аймақта қазірдің өзінде 69 инвестициялық ұсыныс бар. Олардың бағыты да әрқилы. Орайын тапқандарға көл көсір табысқа жетуге мүмкіндік бар. Мысалы, Қазақстанға жылына 400 000 тонна геологиялық жарылғыш заттар шетелден импортталады. Осыны тап басқан Еркеғали Мұқанов қытайлық инвесторлармен келісіп, 2019 жылы Қарағандыда геология пайдаланатын жарылғыш заттар шығаратын зауыт ашпақ. Құжат жұмыстарының барлығы дерлік аяқталған. Қазір қосымша жұмыстар төңірегінде келіссөздер жүріп жатыр. Қарағанды облысында өте үлкен заводтар бар, организациялар бар, олар Қазақмыс сияқты жаңағы жарылғыш заттарын пайдаланатын. Жобалық құны $25 миллион. Инвесторлар Қытай? Инвесторларымыз біздің Қытай республикасы. Қазақстаннан 50-50? Қазақстаннан 50-50 болып, Қазақстан жағынан біздің өзіміздің мекеме МКС компаниямен кіреміз.
Меккеде үлкен қажылық парызын өтеу шаралары аяқталды. Қазақ жерінен барған 2500 қажы қоштасу тауабын орындаған соң елге жол тартады. Қажылардың алғашқы легі Астана мен Алматы қалаларына 6 қыркүйекте қайта бастайды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы қажылық миссиясының ақпаратынша, қажылар арасында ауыр науқасқа ұшырағандар жоқ, қандай да бір оқыс оқиғаларда тіркелмеген. Меккеден Ришат Асқарбекұлы баяндайды. Жағалай қоныстанған жүздеген елдің өкілдері 3 тәуліктен бері осы жазықта жатыр. Мина деп аталатын бұл жерде арнайы шатырларда құлшылық етіп Алладан дұға тілейді. Сосын қажылықтың соңғы уәжіп амалдарын орындау үшін олар Меккеге аттана бастайды. Қажылықтың ең жауапты кезеңі артта қалды. Отандастарымыз пайғамбар сүннет еткен амалдарды орындау үшін 3 тәулік далада түнеді. Биыл Мина жазығынан бөлек Арафат аймағында да құлшылық етушілерге арнайы шатырлар тігіліп, жағдайлар жасалған. Одан кейін қажылар 3 күн қатарынан шайтанға тас ату шарасында ұйымдасқан түрде атқарылды. Еліміздегі әрбір қазағымыз, әрбір ұлтымыз, ұлысымыз аман болсын, дендеріміз сау болсын бәрі. Алла тағалам ол кісілерге де осы қажылыққа, Меккені көріп, тәубе етуге жазсын дейміз. Миссия құрамындағы мамандар отандастарымыздың арасында жат пиғылды діни уағыздардың айтылмауын қатаң бақылады. Минадағы кейбір шатырларда Сауд Арабиясында оқитын студенттердің өзге бағытта насихат айтқан деректер анықталды. Арнайы бекітілген имамдар мұны байқап, тез арада шаралар қолдана алды. Біздер сырттан немесе өзінің бір арнайы бір қажыларымызға уағыз айтып, немесе бір түсіндірме жұмыстарын жүргіземін деген шәкірттеріміз болды. Біз оларға ескерту жасадық, айттық. Жалпы приказы бар, бұйрығы бар, имамдардың ғана уағыз айтатын ескерттік. Соның нәтижесінде альхамдулилля барлық қажыларымыз қазіргі таңда имам молдаларымыздан өзін түсінбегенін сұрап, қажылығын толыққана бітіріп отыр. Айт күндері қажылар құрбандыққа мал шалды. Меккеде 12 күн бойы қажылық парыздарын орындаған жерлестеріміз бүгін қоштасу тауабын жасады. Ертең қажылардың алды отанға оралады. Оларды Астана мен Алматыға араб әуе қатынастарынан бөлек отандық әуе компанияларының бірі тасымалдайтын болады. Ришат Асқарбекұлы, Сауд Арабиясының Мекке қаласынан. Қызылжарда жарты жыл бұрын отырғызылған көшеттер сарғайып жатыр. Көктем мезгілінде шаһардың бірқатар көшелерінде жас шыршалар отырғызылған еді. Әдетте қысы жазы жасыл болып тұратын қарағайлар енді өзге ағаштармен бірге сарғайып жатыр. Тәжірибелі биолог Владимир Вилковтың айтуынша, көшеттерді отырғызған мамандар арнайы технологияны сақтамаса керек. Себебі жас ағаштарды тамырсыз жұлуға тыйым салынған. Бұған қоса қарағайлар лас экологияға да өте сезімтал көрінеді. Было нарушение, скажем, технологии. Біріншіден, қарағайда сәуір айында жердің әлі дымқыл шағында отырғызу керек. Екіншіден, ағаштардың биіктігі 1 немесе 1,2 метрден аспауы тиіс. Себебі бұл кезде оның тамыры кеңге жайылмай жинақы болады. Ал 2 метрлік ағаштың тамыры 3 метрге дейін жетеді. Демек, оны басқа жерге апарар кезде көшет тамырының басым бөлігі қиылып қалады. Бұл жағдайда ағаштардың көбі жаңа ортаға бейімделмей өліп қалады. Жалпы бұл мақсатқа қанша қаражаттың бөлінгенін, ағаштарды отырғызу және күту технологиясын білмек болып, қалалық әкімдікке жүгінген еді. Сұрақтан жалтарған жергілікті атқамінерлер 3 күннен бері жауап қайтармады. Кітап алтын қазына. Жақын күндері Алматыдағы кітап дүкендерінің сөрелері жаңа топтамамен толықпақ. Оған мегаполистегі мектеп оқушыларының ең озық туындылары кіреді. Осыған орай бүгін ел президентінің болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласының аясында шығармалар конкурсы басталды. Байқауға қаладағы барлық мектептің 5-11 сынып оқушылары қатыса алады. Туған жер шығармалар бәйгесі 3 ай бойы жүреді. 4 номинация бойынша жарияланған конкурсқа жастар өз туған жерінің тарихы, мақтанышы мен құнды орындары жайлы еңбектерін ұсына алады. Ал шығармаларды арнайы құрылған комиссия тексереді. Алматы қалалық Жас отан жастар қанатының төрағасы Мәди Ахметов байқаудың қазақша және орысша, яғни екі тілде өткізілетіндігін айтты. Жеңімпаздар құнды сыйлықтар мен алғыс хатпен марапатталады. Ең үздік туындылар болса, жинақ ретінде халыққа тарамақ. Оқушылар өз жүрегінен, сүйіспеншілігімен, туған жерге деген махаббатымен, ілтипатымен, бір құрметімен, яғни өзі жазып көрсетеді. Сол арқылы, яғни біз ойлаймыз, жастарымыз ізденеді, қарайды. Яғни өзіміздің құндылықтарымызды, өзіміздің байлығымызды біз насихаттауды осы жастардан бастауымыз керек. Бүгінге осы орыс тілдегі жаңалықтармен әріптесім Сандуғаш Сұлтан таныстырады, ал бар ақпарат Астана TV.kz сайтында. Амандықта жүздесейік.